Қайырлы кеш сұлуларым. Бүгін біз өте дәмді әрі тез дайын болатын вафли дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Сосын шекерімізді, ванильді қантымызды салып араластырамыз. Еріген сары майымызды да құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызды салып, біркелкі маса болғанша жақсылап араластырамыз. Тестамыз дайын болған соң вафельницаны қыздырып, вафельницаға 1,5 ас қасық теста құйып пісіріп аламыз. Ескертіп кететін нәрсе, вафельницаның бетін қатты басқан жөн. Сонда тестамыз біркелкі болып жайылады. Сосын вафлиларымызды ораймыз. Вафлиларды ыстықтай орау қажет. Әйтпесе ол тез қатып қалады. Осы тестадан 25-26 дана шығады. Осымен вафлимыз дайын. Өте дәмді, жасап көріңіздер, ас болсын.